Қазір мен микрофонды әріптесім Рауан Бақытқызына беремін. Әріптестер, сіздердің қолдарыңызда бинго деген таблица тұрды. Мен соны түсіндіріп кеткім келеді. Бәріңіздің қолдарыңызда қалам болу керек. Бұл бингода 8 сұрақ бар. Бар ма бәріңізде? Ескертілді. Қазір 3 минут уақыт беріледі. 3 минут уақыттың ішінде сіздер осы сұрақтың жауабын кім біледі, содан сұрап, есімін сұрап алып, кім аты, сол есімді жазып қоясыздар. Мысалға, бірінші сұрақ қалай тұр? Кім футбол ойнағанды жақсы көреді? Сіз полилог деген не екенін білгісі келеді. Жоқ, сіз білесіз, сізден барып біреу сұрайды. Сіз білесіз ба мына сұрақтың жауабын деп. Ол кісі жауап білеміз, я полилог деген мынадай десе, онда сіз бұл кісінің есіміңіз кім деп сұрап алып, есімін жазып қоясыз астына. Түсіндік пе, әлде сұрақ бар ма? Толтырып болады, әріптестер тыңдайық. 3 минуттың ішінде кім 8 ұяшықты толтырып болады, сол бинго ұтып алады. Яғни толтырып болған кісі, мына жерде қоңырау тұр, жүгіріп келіп, қоңырауды соғу керек. Яғни бұл кісінің басталған жоқ, уақыт береміз қазір. Сыныздан тұрап, кез келген кісіден сұрап, 8 ұяшықты Осыны қайта-қайта жазуға болмайды, әріптестер, ескерту. Бір кісіні бір-ақ рет жаза аласыздар. Полиглоттың не екенін біледі. Индира білем депті. Рас па, Индира? Кім футболды жақсы көреді? Нұртай. Рас па, Нұртай? Кім өлең жазады? Рысқабыл. Рас па? Кім дөңгелек үстел мен диванның айырмашылығын біледі? Толқын дейді. Рас па? Рас. Кім Нұрынғамал әнін біледі? Арай. Арай, бір шумақ айтып бере аласыз ба? Жақсы, рахмет. Факт пен көзқарастың арасында қандай айырмашылық бар екен Рауан Бақытқызы, менен сұрады, мен білемін әрине. Ауызша сөйлеу мен әдеби сөйлеу стильдерін кім біледі дейді? Жамал дейді. Жақсы. Кім 10 жасқа жасарғысы келеді? Гүлмар. Рас па, Гүлмаржан Кәримқызы? Жақсы. Ендеше бәрі расталды, ұяшықты шынайы толтырған екен. Бүгінгі біздің бинго ойынның жеңімпазына сыйлығымыз бар. Енді әріптестер, сіздердің қолдарыңызда түрлі түсті қағаздарға жазылған нақыл сөздер беріледі. Сол түстер бойынша топтасып отыра қойсақ. Мына жаққа қарай қызыл түстер жиналсаңыздар. Сәлемат. Төменден сөйлеп жоқ. Арт жақтан алға қарай амақта қояды. Арт жақтан алға қарай келе қоясыздар ма? Тәжірибелік сабағымыздың алғашқы сөзі директордың оқу әдістемелік жұмыстары жөніндегі орынбасары Елдос Набиуллаұлы Сафуллин келеді.
Құрметті бүгін институтымыздың қабырғасына келген қонақтар, бұл қандай шара деп кейбіреулеріңіз түсінбей отырған боларсыздар. Мына біздің Батыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту басқармасының жарияланған тендері бар биылғы 2019 жылы. Батыс Қазақстан облысының азаматтарын қазақ тіліне оқыту, әсіресе соның ішінде сыбыр деңгейінде шешендік өнерді меңгерту деген бағытта арнайы 50 адамды оқытуға арналған тендер жарияланды. Сол тендерге біздің институтымыз қатысып ұтып алған. Соған байланысты 100 сағаттың көлемінде 50 тыңдаушыны оқытып жатырмыз облыс бойынша. 5 топқа бөлініп. Осы жаңа Роман Бақытқызы, Рыстам Сағызбаева сол топтардың тренерлері бүгін бағдарламасы бойынша, сол 100 сағат бағдарлама бойынша бір күні 7-ші аптасының өзі барлар 10 апта оқиды. Соның 7-ші аптасында шешендікке машықтану жолдары деген сабақ өтіп жатыр бүгін. Өзім ең бастысы деп есептейтін бір сөз бар. Ол түгел сөздің түбі бір, түбі атасы лайқы би деген сөз бар. Осы тілдерді зерттеуші, қазақтың фольклорымен байланыстырып зерттеушілердің пікірлерінше, барша қазақ тілінің жаңағыдай тілдік әдеби нормаларын келтіріп, жинақтап, тұңғыш рет жасап шыққан ол лайқы би деген тұлғаны айтады. 12-ші ғасырлардағы. Сондықтан да осы қазақ тілі қалай болу керек, өзге тілдерден айырмашылығы қандай, сауатты болу, жазба тілге жақындау, әдеби жаңағыдай ауызша стильдерінің бәрін қалыптастырған осы лайқы би деп танылады біздің зерттеушілерімізде. Енді жеке өз басым математика пәнінің маманы болғаннан кейін осы қазақ тілінің артықшылығы, ерекшелігі әлемдегі 5000 тілдің ішіндегі өзім таныған тұсын мен сіздерге айтайын. Көп жағдайда тіл білімі тек қана тіл мамандарына ғана ортақ деген адамдарда жаңсақ ұғым. Тілді білу, үйрену, зерттеу, меңгеру, ауызша және жазбаша стильдердің бәрінде хабардар болу, кітап оқу ол барша азаматтың негізгі міндеті. Қандай маман иесі болса да тілді меңгеру арқылы өзгелерге ойын бөлісіп, тәжірибесін таратып, қоғамды ізгілендіріп жақсарта түседі. Осы тұрғыдан келген кезде математика пәнінің де осымен байланысатын тұстары өте мол. Әсіресе математикалық лингвистика деген сала бар, және сол тақырыпта есептер бар. Осы есепте әлемдегі 5000 тілдің ішінде бір-бірін байланыстырып зерттейтін мынадай тапсырмалар бар. Оны криптографиямен байланыстырады. Бір тілде сан есімдеріне қарап отырып, сол тілдің даму деңгейін анықтауға болады деген қағидаға сүйене отырып, мысалға 5000 тілдің ішінде Беху деген тайпалардың тілі бар екен. Ол тілде бір 10 мыңдай ғана халық сөйлейді, өзі бар болғаны. Сол тілде сан есімдерін көрсетеді. Мысалға оларда бірді конка деп атайды екен, төртті де конка дейді, алтынды да конка дейді. Сосын осындай 18-ді былай деп атайды, 25-ді былай деп атайды, 78-ді былай деп атайды деп өзінің 5-6 сан есімді көрсетеді. Сосын есептің сыры мынадай. Енді сіз 87-ні неше деп айтылатынын, қалай деп оқылатындығын айтыңыз, 14-тің қалай оқылатынын айтыңыз, ережесін түсіндіріңіз дейді. Яғни қатысқан математика мен лингвистиканы байланыстырып оқыған шәкірттер соны табу керек. Біздің дарын орталығында осындай бір жарыстың шешімін таба алмай іздеп жатыр екен. Қали Губашевич деген азамат маған хабарласып, сіз осы есептің шешімін тауып беріңізші деп хабарласқан. Осы 10 шақты жыл болды. Одан да содан бастап мен осы байланысты қарап айырмашылығын түсіне бастадым. Енді ол тілдер дамымаған тілдерге жатады. Себебі оларға басқа сөздік қорлар жетіспей тұр. Бірді де конка дейді. Неге деп олай деп түсіндірсек, бір дегеніміз конка дейді, қойылған аты. Төрт неге конка десе, беске біреу жетпей қалғандықтан ол да конка дейді. Алты неге конка десе, алты беске бірінде қосқанда ол да конка дейді. Енді ол тұрғыдан қарағанда біздің орыс тілдері, ағылшын тілдері, қазақ тілдері дамыған тілдер. Мысалы үшін орыс тілінде 1, 2, 3, 4 деп жалып, онға шейін 10 деп жетеді. 10 деп жеткеннен кейін 11, 12, 13 дейді. Біздер ол тілде бірден 9-ға шейін стандартты білсек жеткізді, сосын 10, 20, 30, 40 дегенді білсек болды. 35-ті жаз, кодировкасын жаз десе, 35-ті 30-ті білеміз, 5-ті білеміз, 35-ті білеміз. 45 десе, ағылшынша айту керек болса, 25 деп айта саласыңыз. Яғни сіз оның сырын түсінесіз, бірден 9-ға шейін стандар білесіз, әр жағында ондықтардың атауларын білесіз, сонымен санды құрастырасыз. Енді бұлар дамыған тіл болған соң осылайша шешіледі. Енді бұл дамыған тілдердің өзінің де кемшілігі бар. Мысалға біздің қазақ тілінде 10-ды білсек болды, 12, 13, 14 деп айтатын болсақ, орыс тілінде олай емес.
10-1, 10-2, 10-3 деп айтпаймыз, 11-12-13 деп айтамыз. Әлемдегі 5000 тілдің ішінде ең дамыған, ең жақсы тілдің көрінісі ретінде филологтар, лингвистер мойындаған. Қазақ тілі ең дамыған тіл екен. Себебі олар сан есімдері реттелген. Басқа тілдерде олай емес, тіпті дамыды деген орыс тілі мен ағылшын тілінің өзінде де олай емес. Яғни осындай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Біздің халқымыз дана халық, интеллектуалды дәрежесі өте жоғары халық. Сондықтан да шешендік өнер, осындай дебаттылық тәсілдер бізге шетелдік жүйеден келсе де, біздің халқымыз меңгеруге қазақ тілінің әлеуеті молынан бұған жетеді. Енді осы келіп отырған институтымыз біздің 70 жыл бойы педагогтердің біліктілігін арттырған жүйе, біліктілікті арттыру институты 70 жылдай тарихы бар. Ал өрлеу деп ұлттық біліктілікті арттыру орталығы болып қалыптасқандығына 2012 жылдан бері 7 жылға толды. Осындай үлкен тәжірибесі мол ортада дәстүрі қалыптасқан мына тілдік оқытуларға жаңағыдай ерекше мән беріліп, биылғы жылы осы тырнақалды қадамдары, әсіресе бұл жерде бағдарламаны құрған, дайындаған, тест тапсырмаларын, жалпы бағдарламасын дайындаған ол Рауан Бақытқызы менен Ырысхан Сағынбайқызы деген тренер. Осы кісілерге осы жұмыстың жүргізіліп бастамай жүргізіп жатқан. Осы кісілер және басқа да тренерлер бар. Хасан Хамит Қайыржанұлы, осы институтымыздың директоры Зұлмұхамбетова София Салхигенқызы, сосын Айгүл Елеуова деген магистрант, Алмагүл Елеуова деген сізде көріп қойыңыз. Осындай тренерлеріміз бес тоқталып оқытып жатыр. Осы кісілерге бір қол шапалақтап құрмет көрсетіп. Енді олай болса бәріңізде қош келдіңіздер, шарамыз қызықты өтсін. Жалпы жоспары 1 сағаттың көлемінде созылады және біткеннен кейін біздер өзіміздің смартфондарымыз арқылы немесе планшеттер арқылы осы шараға кері байланыс жасап сайтқа толтырамыз. Түпкі нәтижеміз содан көреміз, пікірлерімізді бәріміз сайтқа орналасып соған беретін боламыз. Ал іске сәт олай болса. Кем болам десеңіз айларымен топтық тапсырмалар орындауға шақырамыз. Соңғы кезде кішкене қолға алып жатырмыз, басы үшін қалам бойынша. Берген тапсырмаларға жақындап түсіндіріп шығамыз, әріптестер тапсырмаға дайындалуға 3-5 минут аралығында уақытты. Шығара берейін бе, десек куда тұрсын? Кем болам десеңіз болады, шығара берсеңіз. Азда уақытта қалай болсын жүргізеді. Жақсы толды. Енді шереға дейін жетіп бер жаққа алуға бола ма екі шөдің? Арт жақтан да? Қай сыныпқа көмек керек айтасыз? Адамдар шахматтай отырса Бірнеше мақалдар берілді, топ бір мақалды таңдап алады ішінен, және қандай жағдайда қолдануға болатындығын түсіндіреді. Патшагулова Гүлназ, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің бірінші курс студенті болған. Бізге берілген жағдаят, яғни
топтарға, топ түсті. Алақанда айналдырып жерде бір шаш қалдырмай дөңгелеткен Айша бір уақытта босағаның маңына жарты сапты пышақпен шұңқыр қазып, түйенің құмалағындай көлемді өзінің ойлы шашын жерге көмді. Анасының бұл қылығын түсінбеген балалар бұның сырын білмеске сұрақ қойды. Мұның сыры неде, сіз қалай жауап берер едіңіз дейді. Біздің жауабымыз, яғни қыз баланың шашы өте қастерлі келеді. Сондықтан оны лақтырмай, далаға тем более балдарының көзінше ештеңеге лақтырмай, оны қастерлеп, адам баспайтын жерге шұңқырға салып қойған, сол үшін деп ойлаймыз. Қыз баланың шашы қастерлі қашанда. Жақсы, рахмет. Бұл шапалақтар отырайық. Енді бұл Ай мен Айша Шерхан Мұртазаның шығармасынан алынған. Айша анамыз қалай жауап берді, кім білесіз? Мен Айша. кезде құс түсіп кетсе, сол шаштың иесі ауруға шалдығады дегенде ырым бар. Сондықтан да шашты жинап, үнемі далаға тастамай, ол бір жағынан тазалыққа үйретудің сыры шығар, бірақ екінші жағынан осылай ырым бар. Біліп жүрсін деп айтып кетейін, білгіштің дейді емес әріптестер. Айша анамыз былай жауап берген екен. Мына, егер менің 3 балам дүниеден өтті, осы шашты өртесем, менің анам тозақтың отына өртеніп жатыр екен деп, балаларым тозақтың отына қолын тығап сөйді, қолы күйеді. Сол үшін мен шашты өртемеймін деп көбейіп жауап берейін. Ендеше ғана пікір талас бар бізде. Пікірлер сызығына шақыра қояйық, бұған көп дайындаудың қажеті жоқ та. Сіздерге берілген бір түйін бар. Әлеуметтік мәселелерді шеруге шығу арқылы шешіледі. Яғни сіздің өз ұстанымдарыңыз 100% келісем, шеруге шығу арқылы әлеуметтік мәселелерді шешеміз дегендеріңіз болса, бір жаққа қарай сол ұстанымда бар ма осындай 100% келісем дегендер? Шеруге шығу арқылы әлеуметтік мәселелерді шешуге болады дегендер. Шеруге бар ма осындай 100%? Жоқ, да? Шеруге шығу арқылы әлеуметтік мәселелерді шешуге болмайды. Мүлде келіспеймін, 0% деп отқандарыңыз бар ма? Бір Гүлдана. Жақсы, Гүлдана, сіздің пікіріңізді айтайын. 50-50 деген ұстаным отқандар бар ма топта? Жақсы да, 50-50 шықса, мына жерде енді бірінші мүлде келіспеймін дегенді тыңдайық та. Айта беріңіз. Гүлдана, сізге беріп ол микрофон. Келісемдегі себебі осы 1-2 жыл көлеміндегі кейбір әлеуметтік мәселелер шеруге арқылы шешіліп жатыр. Себебі халықтың деген өзінің ұстанымдарын айтуына құқысы бар деп ойлаймыз. Егер жаңағы шерудің өз заңдық тұрғыда өтетін болса, келісім беретін болса, сол арқылы диалогқа келетін болса, біраз мәселе шешілер еді. Ал енді түбегейлі жаңағы ешқандай заңсыз ылғида шерулетіп шығып, мәселе шешімде ол қате деген ойлаймыз. Біздің көзқарасымыз осындай. Бүгін мынандай тақырып, яғни әлеуметтік мәселе шеру арқылы, шеруге шығу арқылы шешілмеген, мен бұл оймен мүлдем келіспеймін. Себебі әлеумет әр адам өзінің әлеуметтік жағдайын жасауға, адам болып дүниеге келген соң өзінің әлеуметтік жағдайын жақсы етіп жасауға міндетті. Ал әлеуметтік мәселе шешу үшін шеруге шығу арқылы шешілуі, ол адамды, жалпы адамзатты масылдыққа тәрбиелейді деп ойлаймын. Жалпы мысалы біздер биыл мен өзім жастар саясаты жұмыс жасайтын адаммын, мынандай сұрақтар қойып жатады, бізге жастар келіп, биыл жастар жылында бізге қолдау көрсету керек деген сияқты сұрақтар қойып жатады. Бірақ сол кезде мен кейде ішімнен ойланып отырамын, неге жастар сөйтіп айтады деп, өзінің әлеуметтік мәселесін осы жастар жылы неге бізге қолдау көрсетпейді деп, сондай сұрақтар қою арқылы көпшілік өздерінің мәселелерін шешіп алады. Ал мен ол жерде ішімнен ойланып отырамын, себебі бұл бұндай нәрселердің барлығы масылдыққа тәрбиелеп, адамдардың толыққанды көз ашық көкірегі ояу, болашаққа нық қарайтын азамат ретінде тәрбиелеуге ешқандай бір жол бермейді деп ойлаймын. Сол себепті мен ешқандай келіспеймін.
Саламатсыздар ма? Мен Ачу Терекова Айгерім Самжанқызы. Тапсырмам сәйкестендіру, түсіндіру, жалпы. Көпшілік алдында сөйлеудегі кедергілер бізге 4 кедергі берілген. Біріншісі қорқыныш. Біздің топтың шешімі бойынша қорқынышты жеңудің бірінші жолы сөйлер алдында екі қолды қатты қысу, отырышқа отырып, өзіңді көтеру, қабырғаны итеру, яғни адреналин жағу. Екінші шешу жолы хаттарға аудиомен жауап беру барысында дауысыңды 20%-ға көтеріп жоғарылатып айту. Екінші кедергі сөздің қордың аз болуы. Оны шешудің жолы орта ауыстыру, жақсы сөйлейтін адамдарды тыңдау, әңгімелесу және кітап оқу. Үшінші кедергі сөйлеу мәдениетін білмеу. Оны шешудің жолы біздің топтың шешімі бойынша тұрмыстық деңгейде қалып қоймай, жаңа әдет театрға баруды қалыптастыру, театрдағы актерлардың сөйлеуін, мимикасын бақылау. Төртінші кедергі бізде ұялшақтық. Оны шешудің жолы біздің топтың шешімі бойынша алдын ала сөйлеуге дайындалу, жоспарлау, сөйлеген сөзін анық, дәл, айқын естілетіндей айту, айна алдында даярлық деп ойлаймыз. Рахмет. Айгерім. Есім Жоламан, Жасар Есіп орталығынан. Мұнда бір мақала көріп отырған. Қармаққа алдымен аш балық емес, ашқарақ балық түседі деген. Бұл жерде қармақты мен өмірде қиындықтар, адамның өмірде кездесетін қиындықтар деп ойлаймын. Яғни аш балық ол. Яғни қатты аш емес, көңілі толық болса да. Ашқарақ деген ол өте асығыс адам. Асықты адам, яғни ашқарақ теңестіріп тұр. Бұл жерде, яғни асыққан адам өмірде неше түрлі қиындықтарға тап болуы мүмкін. Яғни бір істі істемес бұрын оны 7 рет кесіп, пішкен жөн деп ойлаймын. Осы мақалды қандай Оны ситуацияда? асыққан адамдарға айту керек. Мысалы, кәсіп бастағанда, мысалы көптеген адамдар қажетті нәрселер емес адамға өзіне интернеттен мысалы таңдауға тауарын осы өте ау деп көп ойланбай сондай жағдайларда мысалы көп табыс келеді, бірақ болмай қалады. Рахмет сұрағанға көп. Енді соңғы артығын алып тастаңыз. Артығын алып тастаңыз, неге артық екенін дәлелдеңіз. Көпшілік алдында сөйлеу үшін қандай қабілет қажет емес. Сенімділік, еркіндік, шешім шығару, импровизациялау, қорқынышты жеңу, дикция, таза киіну. Біздің шешіміміз бойынша таза киіну. Өйткені ол көпшілік алдында қай кезде сөйлейді? Ол далада да сөйлеу мүмкін, мекеменің ішінде де сөйлеу мүмкін, мекеменің ішінде болса арнайы киімі болады, далада өзеннің жағасында бір қиын жағдайда сөйлеу мүмкін. Сол кезде адам өзінің үстінде киіміне қарамайды. Шешім қабылдайды бір басшы болды сол жерде. Екінші, бұл сұрақпен байланысты емес, тақырыпты анықта. Сұрақ: Қазақстанда маскүнемдікке мүлде болдырмау үшін не істеу керек? Саясат, отбасы, балалар, интернет, религия, дәстүр, жарнама, өнім шығарушылар, экономика, шешен сөйлеу, сән. Біздің шешіміміз шешен сөйлеу, сән деп белгіледік. Шешен сөйлеу бұл маскүнемдікті болдырмау үшін жарнама, өнім шығару бұл бәрі қатысты. Саясат, отбасы, интернет бәрі қатысты. Сөйлеу мен сән ол маскүнемдік, оған қарамайтын сияқты. Соға байланысты алған болатынбыз. Әрмен қарай бүгінгі тақырыпта тағы да ашықталу тапсырмалары болады. Рахмет бәріңізге. Осы тапсырмаларды орындау барысында сіздер алғашқы идеяларыңызды жинақтап, нәтижесінде көпшілік алдында сөйлеуге қадам жасадыңыз. Олай болса, бүгінгі сабағымызда шешендікке машықтану жолдарымен толығырақ танысасыздар.
назарларыңыз көгілдір экранда болсын. Ақылдылар сөйлеумен, ақымақтар іспен айналысатынынан таң қалдым дейді. Анахарсистің сөзі екен. Бұл қанатты сөздің мағынасын ақылдылар көбіне ауызымен орап ұрады, яғни көп сөйлеп тұспалдап деген сияқты. Ал ақымақтар көбіне тәуекелшіл келеді және олар өздеріне бір сенімділік пайда болады. Өзіміздің қазір қоғамда да көп біліп жүрміз, иә. Ақылдылар кішкене өзін тежеп, әріден ойлап, сондай солай түсіндім мен. Конфуцийдің мынандай керемет сөзі бар екен: ежелгі заманда адамдар көп сөйлеуді ұнатпайтын, өз сөзінен артта қалу олар үшін ұят болды. Себебі ол кезде іспен сөзбен істеген істері қатар жүріп мақұлдаған кезең болар деп ойлаймын. Ұят болды дейді, өйткені өздері сөйлеп, соны ісімен дәлелдей алмай қалса, міне содан қалған деп есептеймін. Мөлдір Бауыржанқызы Рахметолла, облыстық прокуратурадан. Мұхамбет Өтемісұлының аз сөйлер де көп тыңдар, хас асылдың баласы деген сөзі түсті. Яғни мұнда бәрі нақты 90 сөздің тобықтай түйіні айтылып тұр. Яғни аз сөйлер де көп тыңдар, хас асылдың баласы. Яғни аз сөйлеп көп тыңдаған кісі әрдайым ол биікте болады. Яғни әрбір адам өз сөзіне нақты болса, көптеген жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Мәнісі осы. Тек сөйлеу ақылымен. Халел Досмұхамедұлының ана тілін біліп бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйеніш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл күйеніш. Өз тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беру зор қате депті. Бұл сөзді менің ойымша қазақта жақсы сөз бар ғой: ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрібір өз тіліңді құрметте. Ананың сүтімен келген өзіңіз тіліңізді құрметтей отырып, өз тіліңде аялап, жат тілге еліктей бермей, ұлтыңды құрметтесең, бұл сен үшін және халқың үшін, жалпы өзіңді айнаға қоршаған адамдар үшін сүйеніш болып табылады деп ойлаймын. Дене шолудағы берілген ақпарат бойынша шешендікке машықтанудың бір жолы пікірталастарға қатысу. Сондай пікірталастың бір түрі ресми дебат. Техникаларды барлық салада қолдану мамандардың ойлауын шектейді. Олай болса, бүгінгі ой топтарға қатысатын екі команданы ортаға шақырамыз. Келе қойыңыздар. Директорының оқу әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары Саира Жанбота Оспанқызы, аға оқытушы, институт тренері, Бақтиярова Исхан Жолболсынқызы, аға оқытушы, институт тренері, Дүйсекова Гаухар Сағынғалиқызы, бас маман. Бүгінгі команда, оппозиция және парламентте отырған біздің командамыз, бұлар күнде дебатқа қатысып жүрген мамандар емес. Сондықтан бүгінгі тартысты додада қатысушы екі командаға сәттілік тілейміз. Дебат ережесі бойынша сөз кезегі жақтаушы топтың бірінші спикеріне беріледі. Берілетін уақыт 6 минут. Белгілеп отыратын таймкипер. Индира Маратовна таймкипер оқышы. Алмагүл сізбен солай жақсы. 6 минут Алмагүл белгілеп отыр. Бастаңыз Гүлдана. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі шараға қатысушылар, бүгінгі дебатқа қатысушылар. Бүгін жалпы смарт техникаларды барлық салада қолдану мамандардың ойын шектейді деген тақырыпта ой өрбітпекпіз. Олайша баршаңызға да сәттілік тілеймін. Жалпы адам физиологиясының дамуында жалпы адамзат қоғамында алатын орны ерекше болып табылады. Және де адам тұрғысынан адамға тән қасиеттердің бірі ол адамның өз бойының жетілуі және өзінің біліммен әрі жетіліп, машықтанып, күнделікті практикада оны тәжірибеде іске асыру, ұштастыру болып табылады. Негізінен
Microsoft компаниясының негізін құрушы Билл Гейтстің айтуы бойынша, жалпы білім ол адамның ең маңызды аспабы болып табылады. Қазіргі таңда біздер ғарыштық техникамен жарысқан заманда өмір сүріп жатқан жастар адамдар болғандықтан